Жас жігіт үйленетін болады. Тойдың алдында жұмыстары көп болып, үлгере алмаған соң әкесіне өтініш айтады. Әке, мен достарымның бәріне телефон шалып, тойыма шақырып үлгере алмаймын. Мен олардың телефон нөмірлерін мына қағазға жазып қойдым деп қолындағы телефондар жазылған тізімді әкесіне ұсынады. Әкесі тізімді алып, бәріне телефон шалып шығады. Той күні болады. Жігіт қараса, тойға 50 шақты досынан 15 шақтысы ғана келгенін көреді. Әкесіне барып, әке, мен сізге тізімді бердім ғой. Неге барлық достарымды шақырмадыңыз? Деп ренжиді. Әкесі, балам, мен сен берген тізім бойынша барлық достарыңа телефон шалып, сенің қатты қиналып жүргеніңді, көмекке зәру екеніңді, осындай күні, осындай жерде оларды күтетінімді айттым. Міне, бүгін келгендер сені шынымен жақсы көретін достарың. Қайсысы нағыз дос екенін енді көрдің деп сөзін аяқтапты. Оқы. Ойлан. Орында. 2 кітабынан алынды.